Сәлем, сіздермен Жұлдыз 99. Бүгінгі видео биологиядан тестке арналады. Бүгінгі видеода өздеріңіздің вирус пен бактерия жайлы білімдеріңізді тексерсеңіздер болады. Ендеше кеттік. Вирустар қайда тіршілік етеді? Жауабы жасушада. Екінші сұрақ. Бактерия сушасына енетін вирус қалай аталады? Жауабы бактериофаг. Келесі сұрақ. Вирустар құрамына нуклеин қышқылдары мен белоктар кіретінін анықтаған ғалым. Жауабы Стенли. Төртінші сұрақ. Прокариоттардың фотосинтез процесі жүретін көк жасыл түсті өкілдерін не деп атайды? Жауабы цианобактериялар. Ұсақ ағзаларды алғаш рет голландиялық қай ғалым ашқан? Жауабы Левенгук. Алтыншы сұрақ. Үтір тәрізді бактерияларды қалай атайды? Жауабы вибрион. Бактерияларды микроскоп арқылы көрген кім? Жауабы Луи Пастер. Қоректену типі жағынан бактериялар қанша топқа бөлінеді? Жауабы 2. Автотрофты және гетеротрофты. 9-шы сұрақ. Вирус пен бактериялар қалай көбейеді? Жауабы жыныссыз. Соңғы сұрақ. Вирус қандай қабықшамен қапталған? Жауабы капсид. Тест аяқталды. Егер видео ұнаған болса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. 99 бен бірге дамы.